Армысыздар достар, армысыздар жайдарман сүйер қауым. 2020 жыл тосын жайттарға толы болғанымен жайдарман әлемі қай кезде де жақсылықтан үмітті. Көңілге жылылық ұялататын жайдарманның ширек финалы. Бүгін тағы бір топтың өнеріне куә боламыз. Жартылай финалдағы құрамды толықтай анықтайтын сәтте жақын қалды. Командалар қалжыңдарын қамдап, дайындықтарын пысықтап келді. Ендеше Қазақстан КВН одағы республикалық жоғары лига ширек финал бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Мінекей үзілісте үздіксіз ізденіс, тынымсыз дайындық қандай нәтиже берерін көрелік. Залда көрермен болмаса да, олардың көгілдір экран алдында көрсететін қолдауы анық сезіледі деген ойдамыз. Өз кезегінде командаларда сол сенім артқан жандарды жерге қаратпайды деген үміттеміз. Бүгінгі үміткерлерді ортаға шақырайық. Семей қаласы Шатыр командасы. Биыл жоғары лигада жас топтар көп, солардың бірі Қостанай қаласы Дарын интеллектуал. Тағы бір премьер-лига ойындарының түлектері Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, біз қазақпыз. Нұрсұлтан қаласы Байқоңыр ауданының құрамасы Тұран командасы. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының құрамасы. Және көрерменге көз таныс Маңғыстау облысы Боранқұл құрамасы. Жартылай финалға жолдамалар саны шектеулі, оларды үйлестіретін командаларға әділ бағасын беретін қазылар құрамы мынадай. Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев. Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының төрағасы Елнұр Бейсенбай. Қазақ алқасының төрағасы әзіл майталманы сатирик Көпен Әмірбек. Айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақов. Және қысқа нұсқа толық ардагер жайдарманшы Марат Қамбарұлы. Негізі осы кезде бір шапалақ, әдемі бір шабыт алатын сәт, бірақ дегенмен өз-өздеріңізді қолдап отырғанның өзі бір шабыт шақырады деген ойдамыз. Тағы бір шапалақ сіздер үшін. Бүгінгі сайысымыздың жалпы тақырыбы қазіргі еліміздегі болып жатқан жағдай өздеріңіз жақсы білесіздер. Ұранымыз біз біргеміз. Және 3 сайыстан тұрады: сәлемдесу, жамбату және көрініс. Жоғары лига ойындарына қолдау көрсеткен үшін Қазақстан КВН одағы атынан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды білдіреміз. Сәлемдесу, ғылым таппай мақтанба, ортада Жаңақорған құрамасы. Құрметті әнсүйер қауым, назарларыңызда Жаңақорғанның жастар талабына сай әзілдерін қарсы алыңыздар. Жанарың сенде, сүйгенің менде, қолыңды берші, болайық бірге, көңілім тулап, жүрегім тулап, толқып барамын сені көргенде. Өзімді бір Құдай берген бекіш санап тұрмын ғой, пустой залда ән айтып. Жалпы мынау Абайдың 175 жылдығы құтты болсын. Абайды танымайтын қазақ бар ма? Жалпы мына жігітке сұрақ қойшы мен. Абайдың 45-ші қара сөзін білесің ба? Оны бәрі біледі ғой. Сен ше? Білмеймін. Ұлы тұлғаны білмеу деген масқара емес па?
кезіндегі ақшамызда Абай атамыздан бастап Уәлихан, Әл-Фараби барлығы ақшаның сыртында бейнеленді. Ол кезде пара болмаған. Білесің ба неге болмаған? Неге болмаған? Ана параны алайын деп жатқан кезде аталарымызға қарап тұрып керек емес деген ғой. Есқара, дұрыс айтасың. Қазіргі 1000 теңгені көрсең жыртып тастауға болады ғой. Жыртса болады. Қой, жыртпаса болмайды ғой. Бәстесек жыртып тастай аламын мен қазір. Аласың ба? Жырта аламын. Бәстесек Қаншаға? 100 теңгеге. Қойш. Әйтеуір бір ақымақтар жиналып қалған осы жерде. Мен не алса кете беретін шығармын жігіттер. Қайда кетіп барасың? Қолыма жүн шығып кетті, барып кіріп келем ау. Міне, майда іздер басталды, көрдің ба? Орныңа тұр. Мен жақсы жаңалық айтайын деп жатырмын. Кеше мен түсініксіз сөйлеуден жарысқа қатыстым. Қош, нешінші орын алдың? Мен атым, Есқара, не істеп тұрсың? Сен өзің не істеп тұрғаныңды білесің ба? білем де. Мен бәрін білем. Мен ертең 2021-дің жаңа жылында, жаңа жылдық жолдауда Тоқаевтың не деп бастайтынын білем. Қалай бастайды? Құрметті қазақстандықтар, биылғы жыл оңай болған жоқ. Және не деп аяқтайтынын білем. Барлықтарыңызды жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Олай болса, жаңа жылда кімнің қандай маскамен келетінін білетін жаңа орын құрамасы. Кетті! Жалғастырамыз, құрметті достар, ешкімге қарыз болғысы келмейтін бала. Нема, мама? Мені жарық дүниеге әкелген үшін қанша сұрайсыз? Ай, айналайына өзім баламсың ғой сен. Просто маған айлық түсіп еді, соны тез беріп тастайын деп. 115 жасқа келген атамыз сонда. Ата, мынау сіздің тойлық жатыңыз. Енді осыны 10 жылдан кейін келіп қайтып алмастырсаңыз болады. Жалғастырамыз, түн жарым үйде. Алло, саламатсыз ба? Саламат. Нема таңғы 6-ға таксиге тапсырыс беріп пеңіз? Иә. Онда 4 сағаттан кейін шыға беріңіз. Әйел заты қашанда әйел. Сонымен Қызылорда облысының әкімі Гүлшара ханым жиналыс жасауда. Құрметті әріптестер, мына асфальтты салған дұрыс па? Мына асфальтты салған дұрыс па? Енді жалпы қандай асфальт болса да сапалы болған дұрыс қой енді. Сонда сендерге бәрі ма не қандай асфальт салатынды? Ренжіме сендерге, салмайым ештеңе де. Анау ренжіп қалды ғой анау. Кетіп қалды. Жігіттер іше алмайды. Ондай ханның қызында да болып тұрады. Рахмет. Құрметті достар, бізде жақсы жаңалық. Жаңа ғана естідік. Біздің команда капитанымыз Бейбіт Бесқара Жаңақорған ауданында Қаратөбе ауылының әкімінің кеңесшісі болып тағайындалды. Құтты болсын. Рахмет. Есаға, осы кеңесші деген не қызмет атқарады өзі? Оны білмедім. Бірақ әйтеуір пенсияны жүріп тұрса болады. Рахмет, Жаңақорған құрамасы. Жалғастырамыз, ғылым таппай мақтанба, сәлемдесу, жас топ, біз қазақпыз, Екібастұз қаласы. Қазақстан қалғалай, ел ордасы қонақ жай. 4-тен 1-де, 4-тен 1-де, 4-тен 1-де. Раунд. Жігіттер, қанеке жақсылап айтсақ қана. Don't break it my heart, no. Жоқ, қана. Сен аш сияқтысың. Сен аш болсаң өз-өзіңе ұқсамайсың. СК фармацевтің директоры болып көр. Барлығына тегін парацетамол. Барлығына Басым ауырып кетті ғой. Құрметті Әділқазыр алқасы, құрметті көрермендер, біз ойнаған кезде бізді түсінудің қажеті жоқ. Тек қана рахаттанып көре беріңіздер. Құрметті ағайын, сіздер үшін. Ал қош келдіңіздер, құрметті сыныптастар. Бүгін ортамызда Алатой бөктерінен келіп отырған Жылқыбай. Алла, ассалаумағалейкум. Байқадыңыздар ма, әкесіне тартқан. Бүгінгі кешке нені айтадыңыз?
Иә, құрметті көрермендер, өздеріңіз түсінгендей, кереметтей тұяғымен жазып келген өлеңін қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Енді сіз сонша күткен мектепке әріп тануға болады, себебі сіз сонша күткен әліппені мектепке қайта оралды. Және де ар жағымызда тұрған біздің кентіміз Цезарь. Ол түске дейін салат, түстен кейін алат, кешке ол шарап, түс шарап. Әй, билердің мықты екен, әндерің бар ма? Әрине. Сағындық сіздерді, Есен ағаны, Елнұр ағаны. Марабрақтан. Қадырбек аға. Ең үлкенін сауаптың алады екен, бірінші боп кешірім сұрағандар. Көмен атса, басын жауыпсандарынан. Қанша айттым сендерге? WhatsApp-пен де жібердім. Тағы да қайталап өтейін. Мынау не? Мәуіз. Қайта айтыңдар, не? Мәуіз. Вот, мәуіздерің құтты болсын. Сырты не? Қауыз. Қауыз, жарайды, тұра ғой. Геттаның шығармашылығы? Фауз. Дұрыс, ақшта кімді көрдік? Санта Клаус. Жандарым, мынау не? Страус. Мынау не? Ауыз. Қандай би? Хаус. Тұра тұрш, бұны көпен ата көрсе білесің бә не дейді? Білем. Не дейді? Бүгінгі ойыншыларға мен шапалақ берерім. Ей, бұл Есен ағаға мүлдем ұнамай жатыр. О, Есен аға, ұнайтын нәрсе бар. Есен аға, біздің әкіміміз сізге маска сыйлады. Ей, тұра тұрш, бұны да берген жоқ қой. Вот именно! Ей, бұны әкімшілік көрсе білесің бә не дейді? Не дейді? Кеш жарық! Кеш жарық бәріңе, ханымдар мырзалар, кеш жарық сіздерге. Самұртмая арала, мы арым. Қанат, клубта не істеп жүрсің? Суас, бұл пойыз. Ендеше мұнда темекі шегуге болмайды. Алсайшы мынауыңды. Қателесесің, бұл темекі емес, бұл мен екі көздің ана қыздағы назары. Мен барып ана қызбен танысып келем онда ше. Жоқ, өзім. Неге? Аяғымның жыны, сенікінен әтімі, мен оны тараймын. Тони Старк? Старк Тони. Қарындас. Неліктен көңіл күйіңіз жоқ? Менің Мексиканың границасында самсаларым құлдықта жатыр. Уайымдамаңыз, мен оларды құтқардым. Қайда олар? Міне. Сендерді құтқарам самсалар. Gülü gülemiş bana, sana bir geliş bana. Gülü gülemiş bana, sana bir geliş bana. Çay çiçekleri, çay çiçekleri. Ей, доғарындар болды! Сіздердің алдарыңызда TikTok-станнан келген біз қазақпыз. Рахмет, Нұрсұлтан. I've been popping, man, I feel just like a rock star. Жалпы негізі көрермендер көріп отырғанда бұл топты бір ерекше қабылдайтын еді. Ерекше қабылдадық деген ойдамыз. Жалғастырайық, сәлемдесу, ғылым таппай мақтанба. Ортада Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданының құрамасы Тұран командасы. Hit me with the horns! Қайырлы кеш, қазір алқасы, сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме, мен білмеймін, бірақ сіздер білетін шығарсыздар, өйткені сіздер білімдісіздер ғой. Естерінде ме, жігіттер осының алдында командалардың бәрі ойбай, Тұран тек қана қазылар алқасына ғана ойнайды деп, енді солардың бәрі өздеріне ойнап қалған ше. Тоқтаңдар, жігіттер, бағана бірдей былай істедік қой. Осы бал қосамай, Білмеймін ғой, бал қосып қалатын жар. оны қосып атса, бір-екеуін ұрып алайық та, онда көтеріп алайық. Болды, болмайтын нәрсені айтуды қояйық. Неге? Айта беректі болмайтын нәрсе. Балды көтеріп тастадым ғой.
Сұлтан қой деймін, болмайтын нәрсе айтуға болмайды деймін. Қарасайшы, алдымызда қандай лауазымды тұлғалар мен Марат Досаев отыр. Айтпақшы Жандарбек аға, маған сіздің өнеріңіз қатты ұнайды. Біле білсеңіз, бұрынғы кейбір қазақ ақындарының әйелдері орыс болған. Света, Жандарбектің әйелі бар. Басы бос қасында Марат ағаң бар ғой. Марат ағаң бар ғой деймін, Света. Марат ағадан ұят болады деймін, Света. Света. Айтпақшы Көпен ата. Көпен атаңда нең бар? Тағы айтып кететін жайт, құрметті әділ қазылар, осы басқа жобадағыдай орыс қызы қазақша сөйледі деп ұпай санын көбейіп жүрмеңіздер. Бізде мынау бар ғой. Былай тұршы. Светажан, тілінен айналайын. Саған қазақ тілі қиын болатса маған кел, өзім үйретем. Қазақ тілі ондай тіл емес қой. Сен бірінші өзің үйреніп аш, мақұл ма? Саған қандай тіл болса да қиын сияқты ғой. Не тіл мынау? Не қалай сөйлеп тұрсың? Елнұр мырза, сіз деген жас отанның басшысыз ғой. Жалпы айтқанда жастарға жауап беретін адамсыз ғой. Мынаған жауап бере аласыз ба? Немене өле жас мынау? Немене өле жас мынау? Еліміздің болашағы бізде жастардың қолында. Менің елімнің болашағы менің қолымда. Ой, мен болашағым мынаның қолында болса, онда қойдым мен. Елнұр аға, өзіңіз ала беріңіз, сізге сендік біз бәрін. Олай болса, ойынымыздың басын президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырза мүлдем айтпайтын сөзбен бастаймыз. Марат Досаев. Бұндай да болады екен, өзінің өмірінде тек қана малмен айналысқан ағамыз мал базарында. Ассалаумағалейкум көке. Алейкум. Мына сиырыңыз қанша? Мына сиыр 100 мың. Қымбат емес па? Бір түрлі екенсе. Мынау жылқыңызға 500 мың бердім. 500, 600 анау. Білесің ба? 600? Қымбаттау екен. Мынау қойыңыз қанша? Арықтау сияқты қойыңыз. Мынау арық енді. Көке, сіз сәл бір түрлі екенсіз, мен сізден алмайтын сияқтым, басқа біреуден аламын мен. Келсеміз ғой, келсеміз ғой. Келсем. Праймериске қатысып жүр талай қазақ баласы. Жаңа өспірім көкірім бейне қолдың саласы демекші депутат болатын жандарға енді сәттілік, ал келесі көретіміз белгісіз біреу бір мекемеде. Жүріңізші. Барғым келмейді. Ой, шыдаңызшы, жүріңіз. Жүріңізші, ой. Жүргім келмейді деймін, түсінесің бе? Мен барғым келмейді. Цой мырза, 3 ай отырып беріңізші, болды, Цой мырза, жүріңізші. Жалғастырамыз достар. Бақтияр аға, сіз бұндайды көрмеген шығарсыз. Бірақ бұндайды болып тұрады. Көреміз, ақшаға сатылған бокс төрешісі. Дайынсың ба? Дайынмын. Мен де дайынмын. Сенен сұраған жоқпын. Енді бокс ережесімен түсін таныстырып етейін. Құлақтан түстеуге болмайды, аяқпен теуе берсең болады. Ал, ережені түсіндірдім, ал сәттілік. Давай, сәттілік. Жақсы ғой бәрі. Ақшаны аударыңдар ғой? Жіберіп қойдың. Жіберіп қойдың ғой? Перчаткеңе тастап қойдым мен. Ой, рахмет. Сәттілік. Бокс. 1, 10, стоп. Ақшаны аударып жүріңдер. Тез аударыңдар ма? Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілеп, ауылдан жаны терең сай, тасыған өзен көріліп. Соңғы кездері ешқандай әкімшіліктің тапсырмасынсыз, ешқандай челленджсіз, ешқандай эстафетасыз Абай атамыздың өлеңдерін үйде жай отырып орындайтындардың саны азайып барады. Сол кісілерді аялайық.
Құрметті қазылар алқасы, жалпы барлық командалар ойынның соңында күшті қанатты сөздер айтып, жоғары балды иемденіп жатады. Енді бізге қарағанда бұндай қанатты сөздерді Көпен атамыз күшті айтады. Сондықтан соңғы сөз Көпен атадан. Қазақтың соңғы қанат сөзі мынандай. Әйелге берген ақшаның болашағы жоқ дейді. Қанат сөз ба? Одан кейін тымырайған мысық тышқанды көп аулайды дейді. Қанат сөз ба? Аспандағы құсты жердегі жем ұятқа қалдырады дейді. Қанат сөз ба? Істеген жақсылығың өзіңнен кейін де өмір сүреді дейді. Жақсы ма? Мінекей, болашақтарың үлкен сендердің. Сіздермен бірге болған Көпен Әмірбектің қанатты сөзімен Тұран Нұрсұлтан құрамасы. Рахмет. Рахмет, жалғастырамыз. Семей қаласы Шатыр құрамасы. Сәлем беріп көрмен, бірден жаңалыққа көшенмен. Бізде жаңалықтар көп, бізде жаңалықтар өте көп. Мысалы, біздің сұлтан депутат болайын деп жатыр. Болды, бүгінен бастап өтірік айтсам мұрным тұсқасын. О, қака, мұрын тұсқалды ғой. Мен ау рас екен ғой. Мен бар ғой, мақалдарды қазақтың әлі түсінбей жүрмін. Қай мақалды? Балық басынан шредер. Қай жерін түсінген жоқсың? Балық. Балық түсінген жоқсың. Жігіттер қалай ойлайсыңдар? Марат Достаев Анджелина Джолиді сындырып алады ма? Білмеймін, Бред Питт бар ғой. Бред Питті явно сындырады. Марат аған удары мықты ғой. Let's get it on. Марат ағаны Голливудтың жұлдыздарымен көрген Шатыр жайдарман тобы. Маша! Shake it down. Санау білмейтін математика мұғалімі. Берші, әкеш өтшек, Шуламандар, сендер көпсіңдер, мен азбын. Түк байлығы жоқ, тек бір ғана көк кружкасы бар, отбасы. Жәмілә, сен сөздерін шаршадым кәдімгідей. Ажасайық онда. Ажасай. Ажасамай дейсің, ажасай. Ондайше бар ғой, ондайше. Ана көк кружка менде қалады. Оны сот шешеді. Сотта кезге жоқ. Адвокат жалдай бер. Құмырсқалардың төбелесін ұйымдастырып жүрген балалар. Марат, почкада Жаса, көріп тұрсың, Марат, не істеп тұрсың енді? Берген, Марат, демал. Битесін. Марат, өзің көріп тұрсың. Сенің бойың ұзын, ананың бойы кішкентай. Бастан соқ, бастан. Демал ол, Марат. Сразу жақынан келдің де жасап тастайсың. Хорда өзіне көп алатын әнші. Халалаку лила. Халалаку, халалаку, халалаку. Лилалаку лила. Лилалаку, лилалаку, лила, лилалаку, лаку, лила. Анашым. Өмірінде көп нәрсені көрген ағаның 60 жас тойында. Бүгін міне біреуге әке, біреуге аға, біреуге мачеха. Біреуге молда, біреуге сокамерник. Біреуге ақыл айтар ақылшы, біреуге маньяк. Біреуге ауыл әкімі, біреуге старший официант. Ал қазір міне өз тойын жүргізіп атқан көп көрім тамада. Рахмет, дегенде рахмет.
Тас ғасырында гитара тауып алған алғашқы адамдар. Друзі мої, недалече я увидел тебя. Ты стояла так скромно и смотрела на меня. Мы с тобой подружились. Рахмет, бұның бәрі әзіл. Ойын соңында жюрида отырған 4 көпе-антаны сөзімен аяқтаймыз. Немене теді? Немене? Финалдарында өнер көрсеткен өз атауларын сүйетін Шатыр Жайдарман тобы. Watch out, here I come. You spin me right down, baby, right round like a record, baby, right down, round down. Жақсы, енді жалпы бұл топта әртүрлі бағыттағы командалар. Тағы бір ерекше топ ортада Қостанай қаласы дарын интеллектуал. Қайырлы кеш, мен PhD докторы болғам, қазір вайнермін, жанымда магистрант тиктокерлар. Безумно можно быть первым, безумно можно через стен. Не болды? Шетелде емделетіндерің қайда? Осыған дейін дәрігер туралы айтқан сөздерің бәрін қайтарып алыңдар. Почеркімізді өздерің ақ түсініп алатын болсыңдар. Таңшолпан, дәрігер болып кеткенсің ба? Жоқ, бірақ алдында санитар болғым келген. Ол үшін справка керек екен. Справкаға барсам очередь. Очередім жақындай берем, маска жоқ. Маска алуға аптекаға барсам очередь. Қоя салдым сосын. Онда неге халат киіп алғансың? Дәрігерлерге алғыс айтайын дегенім ғой. Не үшін? Біріншіден олар 9 жыл ит боп оқиды. Сосын? Жарамай ма сол? Таңшолпан, кім болып жұмыс істеп жүрсің? Қазір кім болып істеп жүрсің емес, қалай күн көріп жатырсың деп сұра. Түстен кейін неге тапсырыс алып шаш қиям, тамақ тасыйм, таксовать етем. Бірақ мына таксиде конкуренция көп. Жанды-жынды машиналар мен тамадылар жүр. Сосын хреннан да хрен ақша жасап алғансың ғой. Эдик? Анда ескі үй ғой. Бірінші карантиннан қалған ғой анда. Нағып жүрсің сен? Таңшолпан, банк жаптым. Пуырып кетіші. Білесің ғой мен бақадан қорқатынды. Банк жапқан не сен еркек емессің ба? Біріне нағыз еркектер ұқсап, ставка қойып, үйге қадалып келмейсің? Бүкіл отбасың болып сені қалай қойдыратымызды ойланып отырмаймыз ба? Сосын анау телефоныңдағы Саша Сварщик, Андрей Электрик деген неге действительно сондай адамдар? Мына түк дей салмайсың ғой. Не маған қарсы шықпайсың? Майкыңды жырт жіберіп мен бірге бір шақырмайсың ба? Таңшолпан, карантин емес пе? Не істеп жүрсің, үйде отырмайсың ба? Алдында 2 ай үйде отырдым ғой. Маскың шешіліп қалды ғой. Баяғыда жұмыстан шаршап келет шығар деп ойлайтын ем. Бірақ мына күшік кеудің рахатын карантинде көріп жатырмын. Клубниканың сезоны өтіп жатыр, варенье қайнатып алайық. Кілем шығарып жуып тастайық, батареяны бояп тастайық деп мазамды алған жоқсың ба? Сол үшін ғой шаршап осы неге жұмысқа шығып кеткен. Таңшолпан, мен өзім үшін бір шешімге келдім. Ойнадық, күлдік, ұрыстық, керістік, ұсталдық та. Қысқасы, сенімен бірге бір шығам. Кел. Кел болды бай. Ей, шыбын. Естаймын ғой сені. Көріңіз. Жоқ, қинайым. Ек қанатын жылпсап қарап отырам. Ей, шылаңғы. Басыңды қысып огород суарып стаймын ғой қазір. Көреміз ке, еркекше, давай. Барселона. Анау мамаң нөмірін избранныйға сақтақ қой. Еңіреп, звондап жылайсың ғой. Көреміз кім жылайтын қазір. Сен оңа қайсың ба, сола қайсың ба?
Қай қолыңмен арыз жазатын ең? Соны сындырамын ғой қазір. Көп сөйлеме кешек, кім сындыратын көреміз, кел. Мә, стой. Форма жинап алыпты. Бақтияр аға қалай, уклон қалай кетті? Жігіттер, сахнадан реквизит алып кететін бір адам болса? Не істеп жатсың сен, Таңшолпан? Өзім реквизитім ғой. Сөніп қосылатын топкысы қайырды екен білем. Сөйт дейіп алған жоқпын ба? Карантинге ол ажырасып кеткенше ұйықтай тұрсын. Таңшолпан, мына жерде ойын болып жатыр. Қош? Шындап төйлес жүрмін ғой мен. Ойын болса кендер онда сендермен ойнайын. Сөйтші. Кімсіңдер өзі? Біз жас қауымдармыз. Не жас деп айтасыңдар? Кәрі емес екендерін көріп тұр ғой. Бірақ ғалым екендерін тексерейік. Мен сендерге логикалық сұрақ қоям, жауап беріңдер. Кеттік. Пәтер ала алмай жүрген қазақтарды қалай айтады? Квартирант. Үміткер. Пәтера дейді. Шай құятын сұлу қыздарды қалай айтады? Келін. Официант. Случайный қыз дейді. Келесі бір оңайрақ болсын. Ішіп алып, өткен кеткенді еске түсіретін сезімді қалай айтады? Ностальгия ғой. Сендер тазадан білмейсіңдер ғой. Дипломдарын тапсырыңдар. Білеміз, тағы бір көрейікші соңғысын. Соңғысын көрейік. Ал, жоғардан келген комиссияға ет асып, оңтайлы шешім шығарып алуды қалай айтады? Қайталап айтам. Жоғардан келген комиссияға ет асып, оңтайлы шешім шығарып алуды қалай айтады? Үкім ет дейді. Дұрыс. Бізде солай ғой. Дұрыс шешім табу үшін адам ояну керек. Сөз соңында, бұлардан ештеңе шықпайды деп бізге ешкім сенген жоқ. Біле білсеңіздер, кезінде Бетховенға да сен саңыраусың, сенің құлағың естімейді деген. Бірақ ол ешкімді тыңдаған жоқ. Дарын до конца ағай. Рахмет, және сәлемдесуді аяқтайтын Боранқұл, Маңғыстау облысы. Animation, important part of our culture. Look at him tremble. He's gonna burst a blood vessel because I kissed his wife. Don't you like it when these diamonds look like I'm a little closer, sexy boy in the sky. Апия, Жайдарман, не хабар елорда? Ой, қараш, керемет. Жайдарман, Нұрсұлтан қаласына келдік. Ақыры ауылдан шықтық. Ей, 3 ай болды, TikToktан басқа дым көрген жоқпыз. Айтыңдаршы, қалада не жаңалық болып отыр өзі? Жаңалық болғанда 91 тобынан Эйзи кетті. Белоруссиядан Берекет кетті. Ойлашы, 91 тобынан Эйзи кетті да. Орнына мен кіріп кетсем. Ойла, Боранқұл ауылында тұратын Нұрбол. Баяғыда садикте охран болған. Шаң-шаң бол деген Нұрбол, 91-да. Нұрбол, мен қасына шақырасың айын айтуға. Көрем, мен ерекеңдермен сөйлесіп көрем, офисің қорғасын. Нұрбол, білесің ғой, басында кіргесін сен өзіңнің бір бөлек лақап атың болу керек. Ой, тауып қойдың ғой бәрін. Қандай? Мен Шаға деп қойын тұрмын өзіме. Шаға? Қара, әлем, зак, бала, Шаға. Күшті емес пе? Бала Шаға жүреміз, мен мынандай жылдық жоспарым бар. Жылдық жоспармен жүреді ғой. Бүйтеміз, концертке барамыз. Халық лық толы. Бәрі айқайлап отыр, Шаға зал деген. Қолымда гориллам бар. Бір-екі ұрт тағам, тек балдармен әңгіме айттым. 3 ұрт тағам, қайдасын жатқан бір ұрттадым, соңғы рет есімде. 3 ұрт тағым, балдармен әңгіме айтып тұрғанда Заг айтады ғой. Бауырым сырғаң тағы ол шеш дейді. Мынадан тиеді, бұлай ұшады ғой. Екеу айтады, бауырым шашың бояу ол шеш бір дейді. Ғой, екеу екі жақ қашып кетеді ғой. Сонда не болып кетті топ? Топты бұдырат жүргенсің ғой. Жігіттер, ол ештеңе емес. Биыл Нұр Отан партиясы алғаш рет праймериз өткізіп жатыр. Демек, еліміздегі кез келген азамат сайлауға түсіп, депутат бола алады. Мықты. Ойлаш, Боранқұл ауылында тұратын Нұрбол. Баяғы садиктегі охран. 91-ды бытыратқан бала. Депутат. Мықты. Бірақ сен Шипаских танитын шығарсың онда. Кім Шипаских ол? Депутатты? Сары ма? Танимын, сары дейміз біздер жұмыста жақсы отады, араласамыз әйтеуір. Бұндай болатын, планды қара, сен жоспарды қара. Ордан қалында әңгіме айтып тұрамын, жаңа кім бар, қолында таза су бар, ішіп тұрамын. Бір-екі ұрттаймын, оның да көп ішпейсің ғой енді. Дұрыс қой. Сөйтіп әңгіме айтып тұрамын ғой, бір депутат айтады ғой.
Нұреке біздер жолдың ақшасын бөлісейін деп жатыр, кіресің бе бізге дейді ғой. Сосын Сотталып кеткенсің ғой. барда қылға ауылдың балдар келсін. Let's go! Айтыста ешқандай орынға ілікпейтін біліп тұрған айтыскер ақын. Че там, қыздар, шайға не бар? Құрметті достар, көреміз. Біздің ауылда тек қана бір үйде ғана Wi-Fi бар. Сонымен үй алдында. Ассалаумағалейкум аға. Аға. 42 мың алып бересіз бе? Егов, кірші Егов. Егов дейтін не ол? Аяқта құдық бар, қасып сәуеш бар. Болды аға. Ағаны бір апта болды, түскен жоқ әлі. Күтіп отырып отбасымызбен бәріміз. Түскен жоқ мынау дейтін. Өшіріп қостың ба? 4 рет өшіріп қостым аға. Флешкасын алдым, ішінде өлең, видео бәрін удалить тастадым аға. Батарейкасын ауыстырдым. Контакты көп емес пе ішінде? Дым жоқ аға, дым. Қарап бересіз? Дым, мен ойлаттым да кішкене трещин бар экранда, сол емес па деп. Аға, бітіріп тастадым құдықты. Саған отказ келіп тұр беріп өш. Құдық нүсін енді. Көміп сәуеш па? Мен ойладым да ағаны. Түнде зарядке қоямын ғой, пытың деп тимей қалып, таңертең өліп қалған ғой, содан бес па деймін де, бермей тұрған 42 мың. Жүрші, Wi-Fi-ға жақын жерге отырайықшы жүр. Аға, маған да алып бересіз 42 500-ді. Ой, саған бермейді ғой, әкім емессің ба, қуасың ба, ауылдың әкіміне бермейді ғой. Достар, көреміз, Абай атамыздың 175 жылдығына бөлінген қаражаттың барлығын жеп, мерекелік кешті өте нашар өткізген ағамыздың түсіне Абай Құнанбаев кіріпті. Ай, қайдан абала? Тұр қайдан абала? Кімсіз ағы? Аш түсіңді. Кімсіз? Мен Ибрахим. Кім Ибрахим? Құнанбайдың ұлы Ибрахим. Атымды білмейтін олар тіпті менің. Оқы, менің кітабымды оқы. 45 қара сөзімді оқы. Оқы. Мағына бар ма? Иә. Для галочки жазғанмын ба? Жоқ. Онда не концерт для галочки өткізіп жатсыңдар? Соғанлардың бәріне шақыр, бәрін көріп Алло, қайдасың да, тез келіңші, Абай ата келіп тұрмын да. Шақыр алды ақшаның кеткеніне. Сенбейсің ба, как громкий қояма. Ей, мен келіңдер тез. Давай, тез келші. Шақыр бол. Ей, сен есің дұрыс па, көкем ау? Абай Құнанбаевтың 175 жылдығындағы концертке қыздарға го-го билетіп жүрген не? Сосын ана гранта, пранталарын Жандарбекке бересіңдер. Маған беқі пятеркама мерсіз ба бірдеңе қойыңдар. Ата, сіздің құрметіңізге дейтін біздер күшті қылып, челлендж қылып, сіздің қара сөздеріңізді ұйымдастырып отырып қой, айтып. Иә, айтып жатсыңдар. Бір қара сөзді 10-ға бөліп. Бір адам біреуін жаттап ала алмайсыңдар ма не? Сендерге қарағанда ана біреулер жақсы. Өзінің каналын жауып, маған канал ашып жүр Абай ТВ деп. Ата, кешіресіз, енді қайталамаймыз, ренжімеңіз ата. Маған сендер мен келгеніме шүкір етіңдер. Мен қайта сабырлымын, жайлап түсіндіріп тұрмын сендерге. Анаяқта бір топ әскерлер кетіп жатыр. Жеңіс күнде атылмаған салютты қай күн атқансыңдар деп біттің кәй. Қазалыққа жалпы сөз соңына келетін болсақ. Тоқташы тұрар. Мен ойнамайтын болдым айтпақшы. Не ол? Неге? Жоқ, мен. Қараш, өмір неткен әділетсіз, мен ренжіп тұрмын, ойнамаймын мен. Не ол? Неге? Қараш, қазылар алқасында отырған Жандарбек Бұлғақов 91 жылғы бала. Ал. Мен құрдасым. Қара, құрдасым қара отырады, неше көтерсем болады деп ойланып, мен жүгіріп жүремін мен жерде. Шауып жүрмін. Не айтсам болады, қалай күлдірсем болады деп қара терге түсіп, сахнаның шетінен қарап, күлді ма деп құрдасым. Өмір қандай әділетсіз қара. Дұрыс айтасың. Мысалы, мен әкімшілікте жасаймын. Жұмысқа күнде барам, жалақым 30 мың. Құрдасым жұмыс жасамайды, 42 мың 500 алады. Әділетті ма сол? Әділетсіз. Қазылар алқасынан Бақтияр ағамызды аңыз. Әркіммен төбелеседі бір ауылдың әкімі. Мен де Бақтияр ағама еліктеп төбелестім. Енді 3 жыл болып кеткенсің ғой. Ол ештеңе емес. Мен кеше жақында ағам машинасын соғып аламын ғой. Ойлашы, ағама айтпаймын ғой соғып алдым деп. Үндемей жүрем, бір айдан кейін біліп қоймайды да өлтіріп ұрып үйден қуып жібереді. Өмір әділетсіз де. Сенікі әділетті енді кішкене. Жігіттер, қазылар алқасымен көп ойнап кеткен жоқпыз ба? Басқа кім ойнайсың? Ешкім жоқ мұнда. Сіздермен болған Боранқұл, бұйыртса көрсеміз.
Рахмет, осымен сәлемдесу тәмам. Енді келесі кезек Жамбату. Жамбатуда ойнайтын ойыншыларды ортаға шақырамын. Қазақстан КВН одағы атынан жоғары лига ойындарына қолдау көрсеткен үшін Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды білдіреміз. Жоғары ұпай сәлемдесу бойынша 5, Шатыр, Семей. 4, 4, 4, 4, 5. Дарын интеллектуал Қостанай. 4, 4, 4, 4, 4. Толық 4 ұпай. Біз қазақпыз 2 бас тұз. 4, 5, 4, 4, 4. Тұран Нұрсұлтан қаласы. 5, 5, 5, 4, 4. Жаңа Орған құрамасы Қызылорда облысы. 4, 5, 4, 4, 4. Және Боранқұл Маңғыстау. 5, 5, 5, 5, 5. Ұпай сандары. Дарын интеллектуал 4 ұпай. Шатыр біз қазақпыз жаңа Орған құрамасы 4,2 ұпай. Тұран 4,6 ұпай. Боранқұл толық 5 ұпай. Жамбату 2 әзілден көңілдеген шықпаған топты қош айтсамыз. Шатыр, Семей. Флешмобты дұрыс түсінбеген шенеунік Абайдың 175 жылғына орай 175 миллион пара алыпты. Бетінде мен көп қыз театрда қайыңның рөлін ойнайды екен. Қостанай дарын интеллектуал. Бірінші, Нұрафен деген дәріні срок өтіп кетсе де лақтырмайды екен. Екінші, ғалымдардың айтуы бойынша космоста кез келген адам жеңіл жүрісті болып кетеді екен. Біз қазақпыз 2 бас тұз. Бір ағамыз пультті қатты басып атса, пульт осы жер депті. Екіншісі, жоғалтпа жер бетінен қазақ атын дегенді естіген бала күнде жерге қазақ деп жазады екен. Рахмет. Жаңа Орған. Құдай сақтасын. Бірінші айтып алайын, Құдай сақтасын. Егер Қытайлар Қазақстанды басып алатын болса, Димаш Құдай бергенге ешкім тиіспейді екен. Екінші. Карантинге арналған ән. Дәрілерді ішіп пашкымен, сандалды қой жүріп маскымен, көріп менің от температурамды, кетіп қалды мына бас деген. Көрісу қиын болды басқамен, не боп барат мынау басқа әлем. Карантинді құртатын арақ болса, болайын сен үшін мас күннем. Тұран. Бірінші, толық қыздар пешеходтан жүгіріп өтсе де таксистердің боқтауын естіп өтеді. Екінші. Таралымы аз газеттерде скамборд көп болады. Боранқұл. Дүкенде тұрған Қазақстан коньяк, Қазақстан шоколад, Қазақстан темекі үшеуі рәміздер күнін тойлап жүрді. Екінші. Әкімдер деген группаға жаман видео жіберіп қойған әкім қазір тым жақсы шөпір. Қош айтсамыз. 1 мен 5-ке бір әзілден айтса. Шатыр. Қазақстан футбол құрамасының ойын жеңісті күндерде жолыққанша деп аяқтаған комментатор 10 жыл бойы эфирге шықпапты. Тұран. Ешкіммен араласпайтын бала интровердегі нөмірлер сақтап қояды екен, атымен бірге. Тұран, Астана көп рахмет. Тұран, Астана 0,5 ұпай. Екінші айналым. Шатыр. 2 әзіл. Біріншісі, ставканы көп қоятын ағаның 2 баласы бір әйлі ломбардта. Екінші. Димаш Құдайберген WhatsApp'та аудионы 3 октавада жібереді екен. Дарын интеллектуал. 1, 5 қызы бар әке. Мә, бұлармен баняға да бара алмайсың ғой деп ренжиді екен. Екінші. Бұрынғы денсаулық министріне арналған ән. Болғасын әсем нотадай, сөзіңе сендім оп-оңай, сөзіңде тұратын жігітең бұл қалай. Әне біттет дегенің қайда, мәне біттет дегенің қайда, қайда екен? Екі бассыз, біз қазақпыз. Біріншісі, өте қамқор тоңазытқыш жұмыртқаларын жылы жерде ұстайды екен. Екіншісі,
Димаш Құдайбергеновтың райдеріне 2 кола, 2 пицца және де мыңдаған Қытайдың көз жасы кіреді екен. Жаңа құрған. Теледидардан Нупагадиді көріп отқан әжеміз, қаз балам садиктен келгесін жалғасын көреді ғой деп телевизорды өшіріп тастапты. Екінші. Тұқымын ірілетіп алам деген көкеміз семіз дәу қызды алыпты дағыны, қазір көкеміз баласынан қорқады екен. Боранқұл. Өмірі үкіметке көңілі толмайтын жігітке әйелі қашан балалы боламыз әрекет жасайықта десе, соны негізі үкімет істеп беру керек қой, шетелде өздері істеп береді дейді ғой деп айтады дейді. Екінші. Тас жүрек қарға баласына, черный депті. Кім? Бір ауыздан. Бір ауыздан бір. Бір. Шатыр. Шатыр. Үшінші айналым. Қостанай. Дарын интеллектуал. Бір насыбай ататын әкім ақшаны түкіріп санамайды екен. Екінші, кезінде хореограф болған хан елді мықты билейді екен. Біз қазақпыз. Көршінің иті керемет еді, қожайыны оның кореец. Екіншісі, мұрны бітелген қыз жігітімен сүйіскенде тоқтай тұршы, Димал Валеш депті. Жаңа құрған. Тісі өте жұқа қыздың тісі жел соққан кезде перде сияқты желбіреп тұрады екен. Бесіктен белі шықпаған баланың аяқ жағы ертең азанда шығады екен. Боранқұл. Витамин жетіспейтін маймыл талдан құлақ қыла береді екен. Екінші. Жаман жолға түсіп кеткен бір бидай арақ болып кетті. Кім? Үш бізде, біз қазақпыз. Біз қазақпыз. 0,7 пай. Төртінші айналым. Дарын интеллектуал. Ән. Алтайдың ар жағынан келген ауру, таба алмай қиналдық қой емге дәру шіркін. Қасыңа бара алмадым, арамыз метр жарым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Екінші. Келесі. 1405 жылы Әмір Темірдің қайтыс болғанын естіген отырар халқы, темір ғой, бас аман болсын депті. Жаңа құрған. Әйел еркектен бір саты төмен тұрады дегенді тура түсінген әйелі үнемі подвалда жатады екен. Екінші, Масеровкіден өтіп келе жатқан еттің әні. Жүрегімді жаралап асылым. Боранқұл. Кішкентай кезінде мынау дым көрмеген деген сөзді көп естіген бала қазір акушер. Екінші. Енесіне қарсы сөйлей алмайтын келіндер айқайларын тек караокеге барғанда шығарып алады екен. Нұрбол ренжіме. Боранқұл. Жақсылары бар еді, оқып кетейін ба? Жақсыларын бірден оқу керек еді. Боранқұл 0,8 пай. Дарын интеллектуал. Екі әзіл. Митингке шыға беретін апамыздың үйінде Wi-Fi жақсы ұстайды екен дейтін жақсы. Болды, осыны оқып берейін қазір, осыдан кейін. Кеттік. Қостанай. Бірінші, кальянды қатты жақсы көретін әкім бөлінген бюджеттің бәріне көмір алып тастапты. Екінші, киллер филолог әңгімені өлтіреді екен. Рахмет. Жаңа құрған. Бір бала көршінің үйінен ит әкеліп асырапты. Тамақ берсе жемейді, үрмейді. Бұған не болды десе, ит мүсін болып шығыпты. Жалпы Әділет Жауғашардың бұртиғанымды сүйдім деген әні бар. Тыңдасаңыздар көресіздер. Сол Әділет Жауғашардың бұртиғанымды сүйдім әнін Роза Рымбаева орындаса қалай болады.
Қалағаны қалама, қаламағаны балама, далада бала жаттама, түсіп қатты шанадан, даламны мен айналдым, баламны мен айналдым, әлия. Сонымен Нұрболды қайдара саламыз ғой деймін, Нұрболымыз дұрыс еді ғой негізі. Менде ұсыныс Нұрболды қайдара салайық, құрметті әділқазылар. Сөйтіп үшеуіне бір мүмкіндіктен берейік. Мүмкін бар шығар әзілдер. Дұрыс айтасыздар ма? Нұрболды қайдара салайықсың, бір әзілден. бір әзілден. Баяғыда бір мүлдем ұрыс алмайтын, миды жемейтін бір қатын. Ал баяғыда екен, қазір ондайлар жоқ қой. Жаңақорған. Біреу ғана ма? Ал. 17 жыл отырып келген көкеміздің арты шаң-шаң болып қапты. Нұрбол. Жетілақ ертегісіндегі 7-ші лақтың аты ұл болсын екен. Ал, не болды? Бірден Жеңімпаз Жаңақорған. Жеңімпаз? Жаңақорған. Жаңақорған. Рахмет. Ұпай сандары. Тұран 0,5, Шатыр 0,6, біз қазақпыз 0,7, Боранқұл 0,8, Дарын интеллектуал 0,9, Жаңақорған толық 1 пай. Екі сайыстың қорытынды ұпай сандары. Шатыр 4,8, Дарын интеллектуал және біз қазақпыз 4,9, Тұран Астана, Тұран Нұрсұлтан қаласы 5,1 пай, Жаңақорған 5,2, Боранқұл 5,8 ұпай. Жайдарман сайыстарына ақпараттық қолдаған үшін Қазақстан ұлттық телеарнасына өз алғысымызды білдіреміз. Және де жоғары лига ойындарына қолдау көрсеткен үшін Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына өз алғысымызды айтамыз. Соңғы сайыс көрініс, жұмыла көтерген жүк жеңіл, ортада Дарын интеллектуал. Бәрімізге белгілі саяхатшы Дараның дара жолы. Сәлем достар, менің атым Дара, ал сенің? Қумаш, кімнен сұрапсың? Айналдырған 5 адам отыр ғой, оның үстіне танымал. Мен өзімнің теледидардың ар жағындағы достарымнан сұрап жатырмын. Бір екеуінің атын айтшы. Менің жасым 12-де, ал сенің ше? Сен ақсы ауыратын болсаң айтсай. Қазір дәрі тегін беріп отыр ғой, емдетіп алайын. Бұл менің досым Боти, ол маймыл. Бәрі боянбай шығымен маймыл деп бетіме басқан дес. Достар, біздің бүгінгі тапсырмамыз бір сөмке ұятты белгіленген жерге жеткізу. Оны ұят екен қайдан білдің? Өзің қарап көр. Рас апарайық, ұят болады екен. Дара, анда шортиің қысқа емес пе? Қазақтың қыз емессің ба? Арнамысың қайда? Ту, өзіме бер сөмкемді. Жоқ, нормаль. Машқа қыз екесің ғой. Достар, біз бұл ұятты кімге бере аламыз? Бүйтейік, мен бір өкіметте бір танысым істейді, соған рас ұят жетіспейді бар ғой. Соған апарып берейік. Жарайды, ендеше саяхатқа аттанайық. Саяхатқа аттану үшін бізге не керек? Палатка. Дұрыс, карта керек. Ендеше бәріміз бірге карта деп айғалайықшы. Байқа, 40-тан асқан еркектер карта деп айғаласа, қатын кошелек тақып кел, бір парта жіберейік деп тұрып кетіп қалуы мүмкін. Бәріміз бірге карта! 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 Мен картамын! 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 Зарламаш. Бір жол картасы 2020 болсаң екен айқайлап айтатын. Жай картасын ғой сен, шеттері сарғайып кететін. Достар, сендерге бұл тапсырманы орындау үшін ең бірінші ЮГОВ порталына кіру керексіңдер. ЭЦП ашып, онлайн кезекке тұру керексіңдер. Қиындықтар болып жатса, 1414 нөміріне хабарласыңдар. Олар міндетті түрде жауап береді. Сен таза мүмкін емес нәрселерді айттың ғой. Дара, бір уыс ұят ұстатшы үшін аған.
Нағыз болмай жатса, таныс керек болады. Ал менде таныс жоқ. Мен кеттім. Осы екінші адам шығар. Мен кеттім деп айқайлап кетіп қалған. Бұны не үшін шақырдың? Менің танысым ғой, мен білем негізі қалай бару екен. Кеттік. Қуасың ба? Неге айналып келдің? Өзі-ақ келе жатыр ғой. Достар, біз үкіметке де келіп жеттік. Достар, сендер алаяқты көріп тұрсыңдар ма? Көріп тұрған несі? Тұр ғой міне. Бәріміз бірге. Қанеки бәріміз бірге. Алаяқ ұрлама деп айтайықшы. Алаяқ ұрлама, алаяқ ұрлама, алаяқ ұрлама. Қабат деген ай, жолға бөлінген ақшаның бәріне жол салатын болдық қой. Базар жоқ. Бәрі осылай оңай шешіліп кететін болса, дара сен үкіметке кіріп алсай. Молодежная практика дейтін болатыр дейді ғой. Достар, мына кісінің көңіл күйі неге жоқ? Оны қалай көтереміз? Дастархан жайық. Бұл сондай жақсы көреді. Дұрыс, маймыл биін билейміз. Тағы флешмоб ба? RDI passing dore. Осы үкіметтікі не құдырет? Кез келген адамға флешмоб билет жүретіндер. Біз сізге ұят әкелдік. Қой, мен ұят жоғалтқан жоқпын. Бізде бәрі дұрыс. Сендер қызықсыңдар. Неге жалақысы болатыра 42.500 алатындарға, тығылып той жасайтындарға, масканы міндетсініп киетіндерге неге бермейсіңдер? Бірдеңе болса, үкімет деп шыға келесіңдер. Жақсы бізде бәрі. Сонда кімге береміз бұл ұятты? Шоу-бизнесқа беріңдер, оларға керек ұят. Балалар, шоу-бизнесқа қалай барамыз? Тәсті, оны балалардан сұраған ес. Мен негізі қысқа жолын білем. Кеттік. Қыздар келдіңдер ма? Шешін киімдерін ауысып сахнаға шыға беріңдер. Жоқ, біз сізге ұят әкелдік. Қой, ұят керек емес. Бұл ұят болса не рейтинг болмайды, не өсім болмайды. Өсім туралы сен айтпа қойшы. Реті келсе процентпен сөйлей берсей. Біз сізге мына жерде бір сөмке ұят әкелдік. Бір сөмке ұят жетпейді, айналып, бір кәмшаттың өзінен қалмайды. Қой құрсын, мен кеттім. Боти, ең не істейміз? Жатып алып жер ескейміз. Тағы кімде ұят жоқ? Олы сөзде ұят жоқ. Бірақ оны қалай апарып бересің, бүйтік, осы бір сөмке ұятты блогерларға берейік. Ұят ат блогеров деп гиф жасап жесін. Болмай баратса стоп арқылы ойнатса олар. Қазір халыққа солай тезірек жетеді ғой. Сөз соңында, кішкентай кезімізден бізді ата-аналарымыз ұят болады деп өсірді. Бірақ олар карантин болатын білген жоқ. Дарын, дәккәнті ағайын. Дарын интеллектуал командасы бүгін холдинг компаниясының басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Бүгін холдинг компаниясының бас директоры Қуатбаев Айбек Нұрлан ұлына. Жалғастырамыз, көрініс сайысы, біз қазақпыз, екібастұз. Әлемде әр түрлі поликлиникалар болады. Сол поликлиника біздің екібастұз қаламызға да жетті. Сонымен екібастұздағы бір түрлі поликлиника. Осы ит қызық, осы өлеңді ойнасам жылай береді. Жас, кеттік. 8, 9, 10, 11. Кана, қашан біз өйстіп ойнай береміз, қашан карт аламыз? Енді жалақымызды алайық та бірінші. Жарайды, мен тұзбен жүрем. Тұз! Ассалаумалейкум аға. Уалейкум. Аға, түсім ауырып тұр. Түсің ауырып тұр ма? Бар да тұзбен шешесің. Шайдың көмектескен жоқ қой. Мен көбей тұз айтып жатырмын.
Тоқта. Сен анкетаңда жазылып тұрса, сен боксер екенсің ғой, Иә, боксермін. Сен ең сүйікті боксшың кім? Геннадий Головкин, Сосын? Серик Сапиев, Сосын? Бахтияр Атаев. Жарайды, вабанкқа барлық парацетамолды қоям. О, Ереке, қадалатын болдыңыз ғой, аптекаңызда дым қалмайды, халыққа не бересіз? Қазір мен шығарып алсам, сенің аптекаңда дым қалмайды. Король! Мәсаған тұз. О! Жарайды, ертең кел, тағы да ойнаймыз, маған жаңа дәрілер келеді. Жақсы ма? Айтпақшы, сенің анализің шықты. Білесің ма, не дейді? Не дейді? Ертең келе алмайсың да? Әзілдем. Арғы күні. Бара бер. Ой, Ереке, қайттан ставка қойып қадалыватсыз ба? Сен айта бермеш, ар жақта пациенттер толып жатыр деп жатыр. Сен барлығын емде, сен жас специалистсің, мен үйге барып ұйықтаймын. Жарай ма? Тұра тұрыңыз, мен дипломымды кеше ғана қалаған жоқпын ба? Кеше ғана алдым дейсің. Қаншадан болып жатыр қызылы? Диплом ба? Жоға, көбейтуді айтып жатырмын. Жарайды, пациенттерға біреу-біреуден кірде. Неге? Стем ғой. Ереке, жаңа түсіп баратсам, машинама жақындасам, давлением түсіп кетті. Ой, қаз давлениеңді көтерем. Болды. Көтерді ма? Иә. Сен ана жолы айтысқа барды дейді ғой. Иә. Айтыста бірінші орында кім алды? Ренат Заитов. Ал Гран-приді Жандарбек ағамыз. Жарай, дрифтовать етпей жүрме, жақсы ма? Иә. Ереке. Ішім қыжылып, изога басталып кетті. Изога болып жатыр ма? Айттым мен саған, Калян мен Нанды бірге ұрма деп. Өзін айттың ғой. Жарай. Давай, мен сен емдейін, айтпақшы бағана Дамир айтады, сен ставка қояды дейді ғой. Сен ставка қойма, сен поле чудес ойна. Уақыт барда өз әке-шешеңізге сәлем айтуға болмайды, себебі уақыт бітті. Сектор приз, сіз чай ұтып алдыңыз. Құттықтаймын. Өкінішке орай ол шай таңертең ішіп садық, сондықтан сізге автограф нандай дәріні алды, емдет. Бара ғой. Жақсы. Келесі кіре берсін. Айтпақшы, Ереке, міне Елордадан сізге жаңа специалист. Ой, рахмет. Ал, қош келдің. Кім болып жұмыс істейсің? Дәрігер. Жоқ, основной жұмысың. Дәрігер. Тоқта. Сен дәрігерсің ба? Иә. Сен бір отбасын қалай дәрігер болып асырамақшысың? Мұнда креатив керек. Тоқташы, сені тексеріп алайшы. Бас ауырғанда нені ішеді? Бастың дәрісін. Іш ауырғанда ше? Іштің дәрісін. Аяқ ауырғанда ше? Магниевый 6. Мықты дәрігер екенсің ғой. Әшейін Елордада ұйықтамапсың. Медицинскийде ұйықтадым. Бәрекелді. Енді саған былай айтайын. Екеуміз бірігіп, жүрігіп, былай қосылып, бірге жұмыс істеу керек. Оны білесің ба, кім айтты? Кім? Ол кезінде үлкен Ватикан дейтін жерде Ваканда жер деген болған. Ваканда жерінде Чала дейтін жас бала болған. Ол бүйтіп қарап тұрып, біз қазақпызға осы сөз соңын айтыңдар деген. Оны білесің ба, кім айтты? Кім айтты? Ең мықты хан, Ватикан елінің ханы Көпен Әмірбек. Рахмет. Лови на лету, дело доведу, все мы на виду. Я ведь тоже не был в курсе, где твой враг и друг. Рахмет, біз қазақпыз командасы Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының Павлодар облыстық филиалының басшылығына алғыстарын білдіреді. Филиал төрағасы Ғабит Хафизге. Жалғастырамыз. Көрініс сайысы ортада Нұр Сұлтан қаласы Байқоңыр ауданы Тұран командасы. Қымбатты достар, қазіргі таңда карантинге байланысты көптеген жағдайлар орын алып жатыр. Сонымен қыз актрисалары декретте кеткен театр қойылымы. Неге түсінбейсіңдер? Біреуің Джульеттаны ойнау керексіңдер. Мен қыз болмаймын деймін. Мен де болмаймын, еркек пен еркек. Мен еркек намысым жібермейді қыз болуға. Мақлы, барыңдаршы. Бір мәнісін табармыз қазір, барыңдар енді. Бастайық. 17 ғасыр, Италия, Верона қаласы. Ромео мен Ромео болды. Ромео деген нес? Екі жігітті ойнамайын шығармыз енді? Еркек пен еркек қалай болады екен? Бұл Европа. Европада барлығы болады. Ондай нәрселер болады ондай, ол жақта. Ойнау керексіңдер. Онда дос болып ойнайық. Ешқандай махаббат жоқ. Дос болып кәдімгідей. Жоламаш. Достық, махаббат, сезім жоқ. Сезім жоқ. Доспен. 17 ғасыр, Верона қаласы, Ромео мен Ромео. Бір-біріне айлы түннің астында достық сезімін білдіріпті. Досым, абрикос молчы.
Мен сені сыйлаймын ғой. Мен де сені А сыйлаймын. душу ғой? А душевно, душу ғой. Душқа түсесің бе, не? Ысысы бар ма? Сен үшін табылады ғой. Достық сезімін білдіріп болған Ромеолар бір-біріне сырларын айта бастайды. Ромео, мен саған бірдеңе айтуым керек. Екеуміздің достығымызға ағам қарсы. Қуасың ба? Екеуміз доспыз ғой, ағаң не үшін қарсы? О, айтады, Ромеомен қосылсаң, таңға дейін жүресің, түннің бір уағында келесің дейді. Ромео, тезка, негізі менің де ағам қарсы. Ромеолар өздерінің ағалары қарсы болғанына шыдай алмай еді. Ал, досым, абрикосым, алып қой, ағаларым үшін. Ағалар үшін. Ал, кеттік. Мына дым болмады, Дым болмады. Тағы көрейік, Біреуден кейін құлайды. бір рөмке құлайтын ондай әлсіз жігіттер емеспіз ғой. Күзде. Ағаларым үшін алдық қой бағана, ағаларым үшін, алғам үшін алайық енді, Мына бітіп қапты, мына жерден дүкенге барып қайтайық, 25 сағат сөйтіп кеттік. Не істеп жатсыңдар? Тоқташы бір кел. Не істеп жатсың? Қайда барасыңдар? Дүкенге, саған да бір нәрсе алайық па? Қумаш қайдағы бір нәрсе саған? Қызсыз болмайды екен. Мен Джульеттаның рөлін ойнайтын бір адамды таптым. Ең дұрыс болды. Барыңдар бар. Ең дұрыс. Айлы түннің астында Ромеолар Джульеттаға қарай келеді. Немнеге екеуің шығып алғансыздар? Мен ойнағым келеді бұл рөлді. Мен де 4 ай карантинде жаттым ғой, маған да ақша керек. Ойнағым келеді. Екі ұл бір қыз қалай болады? Ой, өзің айтқан жоқсың, ойбай, Европа ондай бола береді деп. Болады ғой? РЖР ғой. Не айтып жатсың? Ромео, Джульетта, Ромео, РЖР. Мақлы, бір мәнісін табармыз. Ромеолар Джульеттаға келіп, Джульеттаны шақырады. Джульетта! Джульетта! Ысқырып шақыршы. Ысқырамаймын ғой. Ысқырақ! Джульетта! Ысқырақ! Өз ысқырығын естіген Джульетта Ромеоларға қарсы шығады. Көке, ассалаумағалейкум. Джульеттаны шақырып жүрмінші? Мен ғой Джульетта. Қоймышсыз ба? Ромео, өзің ойнай бер. Мен жұмыстан шықтым, 42.500 теңге жетеді, үйде демалып жатайын. Мынау мен қалдырмашы, жаман қорқып тұрым бар ғой. Джульетта, сен 2020 демей ма, сен ешкім? Жоқ, неге? Бачетің шығып кетті ғой. Мен қалдырмашы. Джульеттаның Ромеолардың арасындағы махаббатына Джульеттаның ағасы қарсы болатын. Жоқ, қарсы емеспін. Алып кете беріңдер, керек емес ол. Джульетта Ромеолармен бірге қол ұстасып, айлы түннің астында. Тоқташ, автор бері келші. Қол ұстасқан нес? Жігіт пен жігіт, барлығын жігіт ойнап отырық, жеркенішті болып кетті ғанау. Басқа қойылым қойықшы. Басқа қойылым ойнау болмайды, бізге тапсырма осыны орындау керекпіз біз. Кім берді бұл тапсырманы? Америка құрама штатының елшілігі берді. Ойнамай мен. Өздері ойнасын. Өздері ойнасын. Бұнымен біз не айтқымыз келді? Европадан нәрсені алайық, алмайтын нәрсені алмайық. Ең бастысы мықты КВНщик болып қалайық. Ойбай, ең бастысы мықты КВНщик болып қалайық, нес? Неге? Мен енді ағам айтқан сөзді жалғастырып отырмын ғой. Сенбейсің ба, қарамын? Бірақ барлығымыз өмірде ең мықты КВНщик болайық ағайын. Құрметті жас жайдарманшылар, үлкен ағаларымыздан алатын нәрсені алайық, алмайтын нәрсені алмайық. Рахмет. Сәлем аққыз. Сәлем Насыбай. Let's get it on. Түк шіркін 15 жыл бұрынғы болған тарихты еске түсірді. Рахмет. Тұран командасы Нұрсұлтан қаласы Байқоңыр ауданы әкімдігіне өз алғыстарын білдіреді. Байқоңыр ауданының әкімі Нұрсағатов Нұрбол Төлеген ұлына. Жалғастырамыз, құрметті телекөрермендер, ортада Шәкәрім Шаңырағы университеті Шатыр Семей. Бір күні әйгілі ұнның магнаты Пабло Эскали болады. Бірақ оны барлығы ақмақ деп санайтын. Туф, тізем қақсап тұр. Енді ашып тұр, зато қақсамайды.
Есімің кім еді сенің? Хорхе. Хорхе, менің де атым Пабло ғой. Пабло, сіздің ұбытыңыздың нәтижесі келді. Сіз тағы да ең ақмақ адам болып шықтыңыз. Неше балл? 19 балл. Орыс тілін алып тастағандашы. 18 балл. Да ты что? Пабло, мен сіз айтқандай адамды бірден ақмақ қылдыратын мұнды ойлап таптым. Дәмін көрде, біздің өзімізше ақмақ бол. Жоқ, мен дистанционы оқығым келмейді. Тексерейік. Тексер. Әлемде бүкіл жерде карантин, барлық жер жабық. Сен не істейсің? Бісміллә істеп, летникте отыра беремін. Жеткіліксіз, тағы көрсін. Тағы да. Әлемде ақша жоқ, азық түлік жоқ, дәрі-дәрмек жоқ. Сен не істейсің? Салют атамын. Ол да жеткіліксіз, тағы көрсін. Тағы да. Болды, енді бүкіл әлем осынды пайдаланып ақмақ болады. Мен ғана ақылды боламын. Шегесін майыстырмай кіргізетін. Телефоным қайда? Мінекей, Пабло. Ақмақ болса да Пабло өте қаты кезеді. 99%. Зарядқа қоймағансыңдар ма? Сендерден түк пайда жоқ. Сен ғана ақылдысың, Хорхе. Сен менің оң тіземсің. Мүмкін оң қол? Жоқ, оң қол бәрінде бар. Оң тізе менде ғана. Тізе. Бүгін губернатор Эрнесто өз келісім берсе, біз осы оңды бүкіл әлемге заңды түрде сатамыз. Ал содан кейін біз ақылды және шіріген бай боламыз. Шіріген бай болсақ, аэропорт сатып алайық. Ен соншалықты бай емесен, кішігірім дөнер аламыз ен. Донерка да жақсы. Сондықтан дайындал, Хорхе. Орыстар айтпақшы, сегодня будет жарко. Ағылшындар айтпақшы, it will be hot today. Қытайлар айтпақшы, шыңтың о. Моңғолдар айтпақшы, күә. Кеттік па, Басеке? Кеттік. Дәл сол сәт тірлік болатын жерде. Kırıldı kolum kanadım. Өшір шына түрікшен. Бір тірлікке баратын, достойн өлең қоссаш. Ренжіменіз қазір қосам. Кто такие фиксики? Большой секрет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Салам алейкум. Амандасып тұратын уақыт жоқ. Мен Пабломын. Мен Эрнесто. Жо, мен есімдерге память нашар. Сен Хорхе болшы. Мен ғой Хорхе. Сен тізесің. Бірін айтайын, Хорхе. Мен артық сөзін атпайым, Panasonic. Іске көшейік. Жоқ, бұл жер өте қауіпті. Басқа жерге барайық. Осы жер жақсы. Ақшаны көрсетші. Онды көрсетші. Әпчеуін көрсетші. Қалжындайым. Міне, мына қағаздан кейін заңды түрде оның сата бер. Тек қолыңды қойсаң болды. Жарайсыз, құттықтайым, Басеке. Маған емес, қағазға. Жарайсыз, құттықтайым, Басеке. Аха! Сен ұсталдың, Пабло. Мен спецагентпін. Семей қаласының жемқорлыққа қарсы қызметкері. Уже күлкілі. Не корочкалар да жоқ. Бірақ сен де шатастың, Эрнесто. Өйткені мен двойной спецагентпін. Міне. Неменеге двойной спецагентпін деп жазып алғансың? Сендер ұсталдыңдар, спецагенттер. Себебі мен Пабло Эскалимын. Артық қимылсыз жігіттер. Бұлайшы. Жоқ. Амандай. Негізі бұлай жақсы, бірақ жоқ. Тағы да кім қимылдайтын болса, соған менің оғым бағытталады. Бәстік аламынан қаруында оқ жоқ. Анан қаранда 42-5 таратып жатыр. Қайда? Сөйтіп аман қалған Пабло Эскали бүкіл әлемдегі адамдарды ақмақ қылдырам деген ойын ары қарай дамытып, TikTok'ты ойлап табады.
Рахмет. Шатыр командасы Шәкәрім Шаңырағы университеті басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Университет ректоры Ескендіров Мейір Ғарифулла ұлына. Қазақстан КВН одағы атынан республикалық арнайы жобаларға қолдаған үшін Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігіне, сонымен қатар Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне өз алғыстарын білдіреді. Көрініс сайысы жұмыла көтерген жүк жеңіл, ортада Боранқұл Маңғыстау. Құрметті достар, қазіргі таңда карантин кезінде той жасауға болмайтындығы бәрімізге де белгілі. Сонымен көреміз. Жасырынып үйленіп жатырған баланы полиция қызметкерлері ұстап алыпты. Ендеше полиция бөлімшесінде. Аға, сіздікі ұят болды ғой. Тойдың қақ ортасына алып кеткеніңіз не? Сонда сендердікі ұят емес та, заңға бағынбай той жасаған. Ой, заң айтып жатыр, жаңалықтар айтып жатыр, той жасауға болмайды деп. Аға, азыма сыйлығыңызды береміз, бір ретін қарастырайық, бұлай тұра бермейміз ғой біздер. Сыйлық да? Онда бұлай қылайық. Мына бөлімшенің іші тып-тыныш, ешкім келмейді, осы жерге жайлап тойды өткізіп жіберейік. Мына жерде ме? Қалай болады мына жерде? Өте жақсы болады, қайта тойдан кейін төбелес болмайды. Ой, келіспейді мына жерде той жасап тұрған бір түрлі ғой. Ой, қалай келіспейді? Күні кеше 2 шілдехан өткіздім мен. 3 пішпе той өткіздім. Есік алдында құдалық күтіп тұр, жігіттер. Жасамайсыңдар, шығыңдар да ой. Болды, аға, келісеміз, ренжімеңіз, келісеміз. Онда асабаны кіргізейін, 70 000 теңгесін беріп қойдым ананың. Кіргізейін асабаны. 20-ға өзім жүргізіп беремін ғой. Сіз той жүргізе аласыз ба? Армыстар, алтын ардақ күмістен салмаққа отырса отырып, огурциді опырып. Болды, алды, жүргізесің. Микрофоныңыз қайда? Асабада микрофон дейтін болады. Мынау не? Болды. Ал камера қайда? Тойды кім түсіреді ертең біздің тойды? Ой, не жыл болды міне, түсіріп тұрғанына тұр ғой міне. Болды аға, онда сізбен келістім. Ағам, сізбен келсем онда бар ғой, біздің тойымызды күшті қылып жүргізіп берің. Так, былай жігіттер жайлап аванс беріп қойыңдар маған азымыз. Аванс па? Мынаған сал. Болды, келістік қой. Келістік аға. Бәрекелді ағайын. Мынау мен неден қорқам? Руслан Жампиевтен қорқам. Жыланнан қорқам. Причине остановки дейтін шөпірлерден қорқам. Жалпы, неден қорқсақ та, той жасаудан қорықпайық! Ана қыздың алқасай, мына қыздың алқасай. Осы тойдың болғаны карантиннің арқасы. Құдашалар келіп тұр, сәлемдерін беріп тұр. Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Бәрекелді ағайын, байқаған шығармыз, тілектің кезегінен де кімнің шығатыны ортаға барлығымызға мәлім. Ендеше орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, шапалақ тұрып, жаңа құдашаларды ортаға шақырамыз! Билек білеміз! Құдаша! Айға құдаша! Жақсы қонақ ортаға билек білет, жаман қонақ бірін-бірі сүйрек білетіп жатамыз құдаша. Қош келдіңіз, өзіңізді таныстыра кетіңіз құдаша. Саламатсыздар ма, армысыздар, қадірменді қонақтар, тойымыз тойға аласын. Мынау енді мен Айдананың үлкен жеңгесі болам. Енді осы делегацияны өзім бастап келіп жатырмын. Енді Айдана өзі үйде ерке, өзімнің қолымда өскесін кішкене. Бұл толқып тұрғаным бар енді. Жыламаңыз құдаша, қызыңыз жаман жерге келген жоқ. Жақсы жерде емес сияқты мынау. Әрине, қуаныштың көз жасы деп білеміз құдаша. Қуаныштық емес, өзімнің көз жасым. Енді келіндеріңіз кішкене еркелеу енді. Өзі барған жеріне құдағай қайда, құдағай үйретеді, құдағай қайда? Құдағай 4-ші баракта тыңдап отыр, айта беріңіз. Соған сәлем айтып барасыздар енді. Енді біраз нәрсе дайындалып келіп едім, өзім толқып тұрмын, айта алмай тұрмын енді. Мен Нұртайжанды танимын бұрыннан екеуін. Бұрын сезон кезінен бастап танимын. Детский колониядан бірге көрдім бұларды. Молодец, әйтеуір екеуі шаңырақ құрып әйтеуір үйленіп жатыр. Бәрекелді құдаша, толқып тұрған сияқты құдаша, алып келген шай темекіңіз болса, жас жұбайлардың барағына беруге рұқсат ағайын! Бәрекелді ағайын, осы орайда, ой деппін, осы орайда бір керемет ойынның кезегі келіп тұр. Ештеңе істемейміз. Тек қана жауап береміз, сыйлық аламыз болды. Дайынбыз ба? Ендеше
бүгінгі тойға ең бірінші келген адам бар ма? Қол көтерейікші. Ең бірінші келдіңіз сіз, аға. Қашан келдіңіз? 7 жыл болды келгеніме. Осы тойға 7 жыл бұрын келдіңіз. Бәрекелді, нарды бар ма жігіттер? Нарда келсеңіз керемет сыйлыққа. Ой, бәрекелді, құрметті тойшы қауым. Жалпы тойда барлығы сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін жүгіріп жүр. Осы ортамызда сіздің көңілдеріңізді көтереміз деген ниетпен келіп отқан сонау Нұрсұлтан қаласына барып орын алып келіп жүрген өнерпаз балдарымыз Миллион Квен тобы бар. Жігіттер қайдасыңдар? Жігіттер өздерінің әзілдерімен. Жігіттер. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын! Міне жігіттер, бүгін қандай әдем керемет той болып жатыр, айтыңдаршы. Дұрыс айтасың, Қанат. Сонымен той тақырыбын ауытқымаймыз. Әрбір қазақтың тойында дәл осындай жағдай міндетті түрде болады. Ална, айналайын, кім Нұртай жаным, Нұртай келін екен, бақытты болыңдар. Өмір жас, тыныш енді балаша. Өмір жастарың ұзақ болсын. Көп сөйлегеніміз ұятты, біздің көшімізді бастап келген үлкен құда сөйлесін ертең. Не дейміз да айналайын? 2 жас бақытты болсын, 8 жастарға Рахмет, той құтты болсын, тағы да жалғастырамыз. Ауылда 10 жыл бойы қой бағып келіп, қалаға келіп, қыздар сындырып жатқан жігіт. Тұрындос. Тұр, тай. Бәрекелді. Жігіттер, рахмет. Болма? Кете беріңіздер, жігіттер. Жылжи берейін. Бәрекелді, жігіттер. Рахмет, бара беріңіздер, енді подъезге темекі лақтырмаңдар. Бәрекелді, тойымыздарға жалғастырамыз! Бәрекелді, мына әуенмен әрлеуші жігіт. Бір тамақшы бұтой деймін. Бәрекелді, тойымыз жалғастырамыз, ағайын. Ендеше, той соңына жақындады. Құрметті тойшы қауым, сіздердің қошеметтеріңізбен жас жұбайларды бүгінгі бөлімше төріне шақырамыз. Қошеметтеріңіз! Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Ой, рахмет, Нұртайжан, тойың құтты болсын. Ал үйленген қалай екен? Жақсы. Жақсы ғой, басында. Бәрекелді, тойымызды арай жалғастырамыз. Құрметті ағайын, тойымызда соңына жақындады. Сіздермен болған Ысықтың баласы, Сағидолланың немересі, Қазынаның күйеуі, 3 баланың әкесі, аға сержант Нұрбол мен болам. Маған да бір қошемет болса! Бәрекелді, құрметті тойшы қауым, тойымыз соңына жақындады. Ендеше бір естелікке, суретке түсіп алсақ. Ой, рахмет! Жігіттер, біз осы көрінісімізде тек қана той жайлы ойнадық қой. Бір ой салатындай, бір дұрыс әңгіме айтайық та, басқа камалар көріндер ме? Күрделі әңгіме айтып отыр, ой салатындай. Ой, солардың ойына қосыламыз біз. Боранқұл, бұйыртса көрсеміз. Рахмет, бәрекелді. Боранқұл құрамасы Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының әкімдігіне өз алғыстарын білдіреді. Бейнеу ауданының әкімі Әбілов Бейнеубек көңілім қос ұлына сайысты аяқтайтын соңғы көрініс ортада жаңа қорған құрамасы. Сен үшін күнім бәрі дайын, келші қасыма, кел аяла. Біздің көрініс Шәмші Қалдаяқов атамыздың 90 жылдығына орай Исраил Сапарбаев ағамыздың қойылымы біздің нұсқада. Кет. Алақай ағайын, консерваториядан шығып кеттім. Адам үйсіп, оқудан шығып кеткеніне қуанам екен? Енді сыртым күліп тұрғанмен, ішімде мынандай мұң жатыр. Одан кейін консерваториядан шығып кеткеннен кейін эмоциямды жоғалтып алдым мен. Жалпы бұл ішіңде мұң болса, ән шығаруды қоймайды екенсің. Бәрекелді. Бір жақсысы. Электриктерге ән шығардым. Кет. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Ау, Шәке. Электрик емес. Онда бөпеге арнаған ән бар. Міне. Әлдилеп аялап. Шәке, бұл болмады. Сіз бір керемет бір ән дайындасаңыз, соған мен сөз дайындап, керемет бір туынды шығарсақ.
Әдем ғой, тамаша ғой. Мен енді жағы әннің арасына әзіл қосып, оспақ қосып, сатира қосып жіберейін деген ғой. Солай емес пе, Марат достай? О, сұлу қыз, есіміңіз кім? Мен цыган қызы Изольда. Қолыңызға не болған? Ол Мазолда. Мен сізді танимын. Сіз қазақ вальсінің королі емессіз бе? Жоқ, қателестің. Мен орыс клубнягының валетімін. Боксқа осылай дайындалмай ма, Көпен ата, Сен цыган қызсың. Бірақ менің сендердің цыган екендеріңді біле тұра, немен айналысатындарын білмейді екенмін. Не істейсіңдер? Біз цыгандар, тобырлар мен адамдар тонаймыз. Салық комитетінен десей. Оның үстіне мен балашам. Теңгеңіз бар ма? Теңге дейсің ба? Теңге жоқ. Қалай жоқ? Енді ойлап қарасай, 1950 жыл емес па? 93-те шықпай ма теңге деген? Жарайды, сізден тегінен балаш берейін. Иә? Сіздің 2 балаңыз болады. Оны қайдан білдің? 2 жеріңіз томпайып тұр ғой өткені. Жалпы негізі осы көріпкелдік қабілетті бір жерден үйренгенсің ау. Жалпы қақтан үйрендің? Бұрындары денсаулық сақтау министрлігінде жұмыс істегем, көріпкелдік қасиет содан пайда болды. Істемеген жерің қамапты ғой сен. Жарайды онда, Шәміс, кездескенше. Мен сен қақтан тауып аламын, Изольда? Уайымдама, алысқа ұзамаймын, сахнаның сыртына тұрамын. Шәке, шығардыңыз ба? Иә да. Әнді ма? Жоқ, оны шығармадым. Неге шығармадыңыз? Оған себеп болды. Мен жаңа ғана осы тұста бір сығанның қызына ғашық болып қалдым. Ау, Шәке, сығанның қыздары өтірікті көп айтады ғой. Оны сізге кім айтты? Сығандар айтты. Сізге өтірік айтасың ғой. Шәке, қазақтың қызы тұрғанда сыған қыз несі? Дұрыс айтасыз. Қазақтың қызына ешқандай қыздар жетпейді. Дұрыс айтасыз. Мына жалпы сізге ақыл айтатын адам мен емес енді. Иә. Өзіңіз қарайсыз ғой. Иә. Қай жаққа барасыз? Изольдаға. Жаным Изольда, көңіл күйің жақсы ғой? Бүгін бауырым 11 сыныпта алтынға бітірген. Қош, 65-тер уже 11 бітіріп жатыр ма? Мә, өтіп жатқан өмір, Мен де саған айтарым бар. Онша емес қыз едің басында, ғашық боп қалдым ғой расында. Жайнаған гүлдей құрбым сен, менің қасымда тұрдың сен. Нұрлы бейне қандай жарқын, арманысың қандай жанның, сүйганым-ай. Ендеше екеуміз үйленейік? Сосын ұзатуда әкемен соңғы вальс білеймін. Келбелек кетпе менің қасымнан. Сосын таң ата үйге қайтамыз. Қызғалдағың таң нұрымен ашылған. Бірақ менің бір шартым бар. Қандай? Сен менімен бірге кетуің керексің. Жоқ, Изольда, мен сенімен бара алмаймын. Білесің ғой, қазақ деген ел туған жерін сатып кетпейді. Оның үстіне бір әйелдің артынан кетіп қалған еркекті білесің ғой, қандай авторитет. Жалпы оның үстіне үйде ремонт жүріп жатыр да, мамашкілерді қоймай жатыр да. Сосын ғой. Сен қалсай одан да? Жоқ, біз сығандар еркіндікті сүйетін халықпыз. Азаттықты сүйеміз. Қош бол. Сонда енді ғана танысып, осылай жүректі жаралап кете бергенің бе? Тулаған қаның бар. Күн туса басыңа, мойыма, жасыма, жігіт болсаң. Дәл осы сәттен кейін сыған серенадасы әні жарық көрген болатын. Түйін, әнді плюспен емес жүрекпен айтқан жөн. Плюспен айтсаңыздар да жүрекпен айтыңыздар. Рахмет, Жаңақорған құрамасы
NG Brands компаниясына өз алғыстарын білдіреді. NG Brands компаниясының басшысы Нұрболат Үсеновке және жаңа қорғандық ағаларына тағы да алғыстарын білдіреді. Қымбатты көрермен, осымен сайысымыз аяғына жақындады. Барша командаларды ортаға шақырамын. Командалар сахнаға. Қазақстан КВН одағы атынан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына республикалық жоғары лига сайыстарына қолдау көрсеткен үшін алғысын білдіреді. Бүгінгі сайыс туралы Марат Қамбарұлы. Қайырлы кеш, құрметті ағалар, құрметті командалар. Мына есіна негізі жаман емес, жақсы ойын болды, бірақ қалған командалар ренжімесін. Бүгін Боранқұлдың ойыны болды деп ойлаймын. Боранқұл сіздерге көп рахмет. Қалған командалар енді жайлап басқа командаларға да қарап, мүмкін бір басқаша жолдары бар шығар дайындықтың, басқаша бір әзілдің, былайша айтқанда подачасы дейді ғой. Подачаларыңызды сәл өзгертіп алып келсеңіздер дұрыс болады деп ойлаймын. Келесі кездескенше көп рахмет. Еснаға, сізге рахмет. Жандарбек Бұлғақов. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш баршаңызға, ойыншыларға рахмет. Енді Бекжан Әшірбаев деген айтыскер ақын ағамыздың айтатын сөзі бар еді. Дүниедегі ең қиын нәрсе қазақшаны қазақшаға аудару деп. Сол кейбір командалар енді қазақ тілінде ойнаған сияқты болып, білмеймін, мен аса түсінбедім кейбір команданың көпен ата енді қандай көңіл күйде отырғанын білмеймін. Енді Боранқұл құрдасым күлдірдің мен, рахмет саған. Жалпы батыс өңірінде ар жағы Қызан, Ақшымырау, Өзен, Бейнеу енді айтқыштардың елі ғой. Қашан барсаң да әзілдің түбін түсіріп отыратын қариялар, жастар өте көп. Сол үрдісті үзбей келе жатыр екенсіздер, осы қазақ қалжыңдарыңыздан танбаңыздар. Жалпы командаларға, көңіл күй сыйлағандарыңызға баршаңызға рахмет. Бақтияр Артаев. Қайырлы кеш, құрметті жайдарманшылар және әріптестер. Ең қиыны төрештерге жағу ғой, жаңа өздерін айтып жатсыңдар ғой. Біз мына жерде терлеп жатырмыз, секіріп жатырмыз, отырып бағаларын жоғары көтерді деп. Сондықтан расында ең жағу қиын шығар. Және де жаңа қорғанға шынымды айтсам, жаңа қорған командасына үлкен алғысын білдіргім келеді. Өйткені Шәмші ағамыздың өнерін, әндері қалай шыққанын көрсетіп жатсыңдар. Мен өзім бір толқып алдым. Өйткені адамның аты өшсе де істеген ісі өшпейтін осыдан мен көзім жетті. Сондықтан істеген істерін мәңгілік болсын, әрқашанда істеген заттарын мәңгілік болсын. Тек қана алға, сендерге рахмет, көремен жоқ, бірақ дегенмен де біз отырмыз. Барлықтарына рахмет, тек қана сәттілік. Елнұр Бейсенбай. Армысыздар, құрметті ағалар, құрметті әріптестер, замандастар, армысыздар, құрметті команда. Бүгінгі енді бір расында да мәдениетті, бір өнерлі жақсы бір ойын болды деп есептеймін. Әрине әрқашанда комедияны ойнау, азаматтарды күлдіру, жаңа бір дүниені күнделікті мына әлеуметтік желінің дамыған заманында, ақпараттың дамыған заманында жаңа әзілдерді жаңаша бір формада ойнау әрқашанда қиындықты тудырады. Әзілдеріңізді одан әрі пісіріңіздер. Біз біргеміз деген атау менің ойымша өте сәтті қойылған. Мен енді әлемдегі көптеген мемлекеттердегі КВН ойындарын барып көргенмін, көрермен болып. Ондағы командалар бірлігін көрсете алмайды. Бірін-бірін тиісіп ойнайды. Бізде осы бір қазақтың жаңағындай бір дара халық екенінің бірден бір белгісі шығар. Қандай да бір сайыс болмасын, бір-біріне бауыры жаңағындай еті тартып, қолдап тұрады. Жаңағы енді Боранқұл командасының әзілін өзінің командасымен жаңағындай әріптес дейміз бе, қалай айтамыз, бәсекелесіне бөлісіп беру, сондайдың бірден бір белгісі. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Қазақта бір жақсы сөз бар, жас келсе іске дейді. Осымен ауыл жастары, осымен қазақ жастары менің ойымша өсет деген ойдан. Рахмет. Көпен аға, түйіндеңіз. Бұны айтатынымыз мынау, жаңа Шәмші Қалдаяқты келтіріп жатыр ғой жерде. Бір айтып кетейін. Шәмші ағамыз жыл сайын Сырдарияның жағасында, Шардара ауданында Қазақстан деген ауыл бар. Ертеде совхоз болған. Соған жыл сайын барып тұрады екен. Амангелді деген бір досы бар, зоотехник. 10 күн 15 күн сырдың жағасында суға дем алып,
қайтады. Сонда бір ауылдың жас Шәмшіге тәнті болған бір жас жігіт, өнер адамы, Шәмшіге қайтарында машинесіне бір қап күріш сап беріп жіберіпті. Сол Шәмші келесі жыл тағы келгенде жаңа жігіт танымай қапты. Былтыр бір қап күріш бергенде. Біраз отырғаннан кейін Шәмшіге есіңізде ме, мен сізге бір қап күріш беріп едім ғой депті. Шәмші үндемепті. Біраздан кейін тағы айтып сұрапты, Шәмшіге есіңізде ме, былтыр мен сізге бір қап күріш беріп едім ғой деп. Сонда Шәмші адам текті адам ғой. Жаңағы жігітке қарап тұрып айтыпты. Күріш есімде, өзің есіңде жоқ деп айтты дейді. Сол сияқты мына жігіттер, сендер мынау Жайдарманда осы бір қап күріш берген секілді күріштерің есімізде қалады да, өздерің есімізде қалмайтын, араларында біраз нелер бар. Сондықтан мынау дайындалу керек. Біз осындай нәрсе жасадық, осындай нәрсені бердік деп айтпау керек жасағанды. Оны жұрт айтып жүрсін. Рахмет енді. Рахмет. Енді көрініс сайысы бойынша жоғары ұпай 5, Шатыр Семей 4, 5, 4,2 ұпай. Дарын интеллектуал Қостанай 4, 5, 4,6 ұпай. Біз қазақпыз, Екібастұз 4, 3,8 ұпай. Тұран Нұрсұлтан қаласы 5, 4, 3, 4 ұпай. Жаңақорған құрамасы 5, 4, 4,6 ұпай. Және Боранқұл Маңғыстау 4, 5, 4,8 ұпай. Сонымен ортақ ұпай сандары ескере кететін жайт, қымбат достар, бүгінгі сайыстан да 3 бірдей команда жартылай финалға жолдама алады. Және ұйымдастыру алқасының шешімімен тағы да 3 командаға жартылай финалға жолдама береміз. Оны келесі сайыстарда сізге хабарлайтын боламыз. Ортақ ұпай сандары: біз қазақпыз, Екібастұз 8,7 ұпай, Шатыр Семей 9 ұпай, Тұран Нұрсұлтан қаласы 9,1 ұпай, Дарын интеллектуал 9,5 ұпай, Жаңақорған құрамасы 9,8 ұпай, Боранқұл Маңғыстау 10,6 ұпай. Тікелей жартылай финалға жолдама алған командалар: Дарын интеллектуал Қостанай, Жаңақорған құрамасы Қызылорда облысы және Боранқұл Маңғыстау. Қымбатты достар, осымен сайысымыз аяқталды. Баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдар сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар.